Қайырлы кез, құрметті екінші сынып оқушылары, әріптестер, құрметті ата-аналар, қалдарыңыз қалай? Бізде 2 айлық екінші сыныптарға арналған тегін математикалық олимпиадалық дайындық бойынша бүгін екінші тақырып. Яғни бүгін біз алдыңғы сабақта берілген үй жұмысы бойынша толығымен жұмыс жасайтын боламыз. Бізде уақыт болды ма? Жақсы. Так, егер дауыс естіліп экран көрініп тұратын болса, плюс қойып жіберіңіздер, міндетті түрде сіздермен кері байланыс жасап алайық, иә. Егер бәрі дұрыс болса, біз қазір бастап кетеміз. Сабақтар мүмкіндігінше сақталады. Сондықтан, егер қандай да бір жағдайлармен сабаққа қатыса алмай қалып жатсаңыз, YouTube каналға кіріп сілтемесінен қарауға болады. Сіздерге WhatsApp топқа да қалдырамын. Сабақтың сілтемесін тікелей қосылсаңыздар болады. Тамаша, саламатсыздар, қайырлы кеш. Так, жаңадан қосылып жатқан оқушылар болса, ата-аналар болса, менің аты жөнім Нұрланбек Табысұлы, Алматы қаласынанмын. Сіз қай қаладансыз, өз қалаңызды жазып жіберіңіздер. Көрейік, қай қаладан бізде балалар бар екен. Так, 1-2 минуттан кейін біз сабағымызды бастап кетеміз. Жақсы. Астана, Алматы, Қызылорда. Керемет. Бізде республиканың барлық өңірлерінен. Құрметті ата-аналар, құрметті әріптестер, мұғалімдер, мендегі басты мақсатым жалпы республика бойынша екінші сынып оқушыларына белгілі бір аз болса да математикалық олимпиаданың негізгі бір математикалық олимпиада дайындықтың бөліктерін тақырыптарымен және логиканың бастамаларын үйрету мақсатында осы 2 айлық тегін жобаны алып отырмын. Бұл енді 2025 жылға арналған менің бір ең басты мақсаттарымның, жоспарларымның бірі болған. Енді сіздермен осы тікелей эфирде онлайнда кездескеніме қуаныштымын. Және егер қандай да бір өз сыныбыңыз болса, немесе туысқандарыңыз болса, мектебіңізде қатыспай жатқан балалар бар болса, екінші сыныптың ата-аналардың тобына немесе мұғалімдердің тобына осы тікелей эфирдің сілтемесін жіберіп қойсаңыздар болады. Немесе әлеуметтік желілердегі ақпараттар жіберсеңіздер, сабақтарға қосылсын, үйренсін, көрсін, білсін деген мақсатта. Яғни пайдалы ақпарат. Бұл ешқандай бір сағат тегін болып, екінші сабағынан бастап ақылы болатын сабақ емес. 2 ай бойы тегін түрде өтеді. Сондықтан және үй жұмыс беріледі ең басты, және талдау болады. Жақсы, бірінші тапсырмадан бастайық. Маған мүмкіндігінше жауаптарыңызды жіберіп жіберіңіздер. Сіздерде телеграм каналдан көрдім, өте көп балалар үй жұмысын жасаған. Бірақ енді соңғы тапсырмаларда қателіктер өте көп болған. Сондықтан мен мүмкіндігінше барлық тапсырмаларды талдап, толығымен түсіндіруге тырысамын. Сондықтан комментарий бөліміне өз нұсқаларыңызды жылдамырақ жазып жіберіңіздер. Чатқа емес, комментарий бөліміне жазамыз, иә? 2 минуттай уақыт беремін. Өз нұсқаларыңызды жылдамдатып жазып жіберіңіздер. Біз енді үй жұмысын біраз балалар жасаған, өте жақсы. Мен бағана тексеріп қарап шықтым, бірақ сіздерге қазір ескеретін бірнеше түрлі жағдай бар. Байғани Арман дейді бізде жасаған. Әділ жасаған, тамаша. Айман. Так, 2 минут уақыт беремін. Өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бұл сіздерде дәптерлеріңізде бар. Тек қана жауаптарыңызды жіберсеңіздер болды. Бұл жерде қанша сан құрастыруға болады, 3 таңбалы цифрларды қайталауға болмайды деп сұрап тұр бұл жерде. Өте жақсы, тамаша. Бұл жерде ешқандай нөл деген цифр жоқ, сондықтан алдыңғы сабақтағы түсіндірген есептерге ұқсас негізі шығару алгоритмі. Жақсы, көрейік, бізде әртүрлі жауаптар кетіп жатыр. Көрейік енді қандай жауап болуы мүмкін деген сұраққа. Так, бірінші бізде 345 болған, 3, 4, 5 болғандықтан ең бірінші мен 3-тен басылатын сандар жазайын, иә? Бізде 345 деген сан. Енді 3-тен басылатын қандай сан бар? Бірлік пен ондықтың орнына ауыстырамыз, 354 деген сан бар, иә? Онда бізде 3-тен басылатын 2 сан бар. Тура сол сияқты мен 4-тен басылатын жазайын. 435 деген сан, 453 деген сан. Енді келесі 5-тен басылатын сан. 530
4 деген сан және 543 деген сан. Сонда бізде қараңыздар, 3-тен басталатын 2 сан бар, 4-тен басталатын 2 сан жазуға болады, және 5-тен басталатын 2 сан жазуға болады. Барлығын қосамыз, бізде нешеге тең болады? Барлығы 6 үш таңбалы сан жазуға болады. Цифрлары қайталанбайтын балалар. Өте жақсы, көбімізде дұрыс әрине. Тамаша. Сұрақтарымыз жоқ қой? Егер жаңадан қосылып, жаңадан көріп жатқан болсаңыз, бұл эфирді, бұл сабаққа қосылу үшін мен осы тікелей эфирдің описаниясына қалдырып кетемін телефон номерді, немесе қазір сабақтың соңында да WhatsApp нөмірді айтамын, соған тікелей жазсаңыздар, сіздерді тікелей үй жұмысы электронды нұсқада жіберілетін, барлық ақпараттар жіберетін WhatsApp топқа қосатын болады тікелей. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі тапсырма барлығыңызға түсінікті болған сияқты, иә? Номер 2. Так, номер 2-ші тапсырма. 7, 5, 6 цифрларынан қанша үш таңбалы тақсан құрастыруға болады дейді балалар. Тақсан. Тақсан дегеніміз енді көбейтумен бөлу жақсы білетін болсақ, тақсан дегеніміз ол бізде 2-ге бөлінбейтін сандар. Және қарапайым түрде, егер санның соңғы цифрлары нешеге аяқталса, 1-ге, 3-ге, 5-ге, 7-ге, 9-ға аяқталатын болса, бұл сандарды біз тақсандар деп атаймыз, иә? Так, онда бізге тақсандардан нешеу бар екен? Жазып көріңіздер, давайте мен бірден шешімін жазбайын, 2 минуттай уақыт берейін, өздеріңіз жіберіп көріңіздер. Тәптелеріңе жазған жауаптарыңызды міндетті түрде комментарийға жазып көріңіздер. Так, балалар, бізде сілтеме ашылмайды, сабаққа қалай қосыламыз деген сұрақтар өте көп келеді менің жекеме. Дәл қазір каналға тіркеліп алыңыздар, YouTube каналға тура осы жерден астында тіркелетін кнопка бар, соны басамыз. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонда сізде сабақтарды жоғалтып алу мүмкіндігі төмен болады. Жақсы, өте жақсы бізде балалар, тамаша. Жауапты комментарий бөліміне жібереміз. Так, 30 секундтай уақыт бар. Жауаптарыңызды жылдам жіберіңіздер, иә? Жақсы. Бұл жерде тақсан болғандықтан бізде санның соңғы цифры 7-ге және 5-ге аяқталу керек, иә? Егер ол 6-ға аяқталатын болса, ол бізде жұп сан болып кетеді. Сондықтан бірінші 7-тен басталатын аяқталатын сандар жазайық. Ол бізде 567, міне 7-мен аяқталатын сан. Немесе 657. 7-мен аяқталатын бізде 2 сан жазуға болады. Келесі 5-пен аяқталатын 765 және 675. Сонда бізде 7-мен аяқталатын 2 сан бар, 5-пен аяқталатын 2 сан бар, екеуін қосамыз, тең болады 4 сан. 4 деген жауап дұрыс болар, өте жақсы. Кімде 4 деген жауап болды, тамаша, плюс қойсақ болады. Бұл жерде мән берейік, тақсан құрастыруға болады деген сұрақ. Бізде қанша үш таңбалы сан, натурал сан құрастыруға болады десе, онда басқаша. Онда біз бірінші 7-тен басталатын, келесі 5-тен басталатын, келесі 6-тан басталатын сандар жазамыз, сосын бар қосып береміз. Ал бұл жерде тек қана бізде сұрап жатыр. Сондықтан бұл жерде бізде 4-еу, 3-еу емес, 6-ау емес, 8 емес, тек қана 2-еу. Жақсы, кеттік онда келесі тапсырма. Көбімізде дұрыс сияқты бұл тапсырма. Номер 3. 2, 3, 7 цифрларынан қанша үш таңбалы жұп сан құрастыруға болады дейді. Қараңыздар, натурал сандар бізде күнделікті біздің санауға қолданып жүрген сандарымыз тақсандар және жұп сандар болып бөлінеді. Ал жұп сандар дегеніміз егер көбейту мен бөлуді білетін болсақ, ол бізде 2-ге бөлінетін сандар, яғни тең 2-ге бөлуге болатын сандар, ешқандай қалдықсыз. Ал бізде қарапайым түрде айтатын болсақ, жұп сандар дегеніміз ол бізде
нөлге, екіге, төртке, алтыға, сегізге санның соңғы цифры аяқталатын болса, ол сандарды біздер жұп сандар деп атаймыз. Соны ұмытпаңыздар. Жақсы, өз нұсқаларыңызды жазып көріңіздер. Мен мүмкіндігінше сіздерге уақыт беремін. Балалар, қараңыздар, өз жауаптарыңызды жазасыздар үй жұмысы бойынша. Сосын біз талдау жасаймыз. Яғни ол жерде өз қатеңізді түсінесіз біріншіден. Қателесіп қалады екен деп есеп шығармай қоюдың қажеті жоқ, балалар, иә. Қаншалықты өзіңіз қаншалықты түсініп тұрсыз, тура сол бойынша үй жұмыс жасаймыз и телеграм каналға жібереміз. Сосын біз үй жұмысын талдау кезінде толығымен талдау жасап, жауабымен шығару жолдарымен толығымен жұмыс жасайтын боламыз. Так, 2 минуттай уақыт беремін бұл есепке. Өз жауаптарыңызды жіберіп көріңіздер. Керемет, балалар, тамаша. Өте жақсы. Жақсы, қараңыздар, иә. Бұл жерде қандай сандар жазуға болады екен? Біз енді әртүрлі жауапта келіп жатыр, біз қарап көрейік енді. Бізге жұп сан деп тұр, иә. Ал жұп сандар айттық біз. Егер кез келген көп таңбалы сан жұп болу үшін санның соңғы цифры бізде нөлден аяқталу керек, екімен аяқталу керек, төртпен, алтымен, сегізбен аяқталу керек. Бірақ мына жерде бізде тек қана екімен аяқталатын сан ғана жасай аламыз, өйткені қалғаны бізде тақ сан, иә. Сондықтан менде 372 болады, яғни екімен аяқталатын сан. Немесе 732 болады. Болды. Осы екеуі ғана. Бізде бұл жерде тек қана екі ақ сан бар. Оқушылар, қараңыздар. Бізде тек қана екі ақ сан жазыламыз. Өйткені бізде 372 немесе 732 болды. Екімен аяқталатын сан ғана бізде жұп сандар болады. Ал басқамен аяқталатын болса, олар бізде жұп сан емес, керісінше тақ сандар болады. Сондықтан бұл жерде есептің шартына, есептің берілген сұрағына бірінші міндетті түрде мән беруіміз керек. Бұл жерде 2, 3 жетілерден қанша үш таңбалы сан құрастыр деген сұрақ па? Жоқ, әлде тақ сан, жұп сан болатынын дәлелде деп тұр ма, тап деп тұр ма, соған байланысты. Сондықтан кез келген мәтін есепте есептің берілуін және есептің сұрағын асықпай оқуымыз керек. Асығыс жасауға болмайды. Жақсы, түсінікті болса, келесі тапсырмаға өтеміз. Кеттік ары қарай. Так, 0, 4, 7 цифрларынан қанша үш таңбалы тақ сан құрастыруға болады дейді. Кеттік. Тағы да 2 минут уақыт кетті. Көп таңбалы сандар 0-ден басталмайды деген сізге ескерту берілген. Мысалы, сізге 0,74 деп алуға болмайды деген сөз ғой. Соңғы цифры, бастапқы цифры 0-ге тең болмайды деген сөз. Яғни 0-ден басталатын үш таңбалы сан болмайды деген сөз. Көп таңбалы сандар 0-ден басталмайды деп тұр. Соны ескеріңіздер деп тұр, иә. Так, көрейік, қандай жауаптар келіп жатыр. Құрметті оқушылар, сосын ескерте кетейін. Үй жұмысты жалпы менің жекеме WhatsApp-қа жібермейміз. Ешқашан. Мен барлық ақпараттар бойынша WhatsApp топтарға салып отырамын. Сол жерде үй жұмысты қайда жіберу керек, қалай жасау керек, қалай жасаса дұрыс болады, және сабақтар бойынша қосымша ақпараттар бойынша да мен сіздермен WhatsApp топқа бөлісіп отырамын тек қана. Өйткені жекеге жазудың қажеті жоқ. Жақсы. Қиын есеп емес қой дейді. Әрине, бұл жерде есептің шартына мән берсеңіз оңай шығаруға болады. Енді қараңыздар. Бізде тақсан болу керек деп тұр, иә? Тақсан. Онда тақсан болу үшін санның соңғы цифры бізде 1-мен, 3-пен, 5-пен, 7-мен және 9-бен аяқталу керек.
осылардың біреумен аяқталатын сандардың барлығы бізде тақ сандар болады. Ал бізде бұл жерде нөл бізде болмайды, төрт болмайды, жеті болады. Онда бізде сан жетімен аяқталу керек. Онда қандай сандар құрастыра аламыз? Жетімен аяқталатын бізде 407 деген санды, немесе 0,47 деген санды құрастыра аламыз, иә? Немесе дұрыс, иә, жетімен аяқталатын осы екеуі. Бірақ бізде есептің шарты бойынша көп таңбалы сандар нөлден басталмайды дегендіктен мен мынаны сызып тастаймын. 0,47 деген үш таңбалы сан жоқ бізде. Сондықтан менде жалғыз ақ жауап болады 407. Бұл жерде тек қана бір ақ жауап бар, басқа жауап жоқ. 407. Бізде барлық қанша үш таңбалы сан құрастыруға болады деген сұраққа жазып жауап беріп қойғанбыз. Яғни ол болар не істеді? Сұрақты оқыған жоқпыз көп жағдайда. Асығыс 047 дегенді қарадық та 470, 407, 740, 704 деген сияқты 4-5 санды жазып тастады, ол дұрыс емес. Бұл жерде ең бастысы есептің шартына мән берілу керек. Кеттік ары қарай, келесі номер 5. Так, 2 минуттарыңызды қосамын, өз жауаптарыңызды жіберіп көріңіздер. Бұған ұқсайтын бізде алдыңғы сабақта, бірінші сабақта мысалдармен түсіндіргенмін, қалай жасау керек екенін. Сол сияқты сіздерде бұл жерде қанша түрлі тәсілмен бөлуге болатынын табу керек. Бірақ бұл жерде әрқайсысына міндетті түрде берілу керек, ешқандай нөл болып қалу мүмкіндігін біз қарастырмаймыз. Өйткені бұл жерде адам ғой, бәрібір кем дегенде біреу алу керек. Так, 1 минуттай уақыт бар. Өз нұсқаларыңызды көріңіздер. Так, 50-45 секундтай уақытымыз бар. Өз нұсқаларыңызды көріңіздер, көрейік. Қалай шығардыңыздар, қалай түсіндіре алдыңыздар толығымен. Жақсы, көрейік. Біз енді 5 тәсіл, 6 тәсіл, 10 тәсіл, 3 тәсіл, 2 тәсіл деген жауаптар келіп жатыр. Мен сіздерге дұрыстап отырып түсіндірейін, қараңыздар. Мына менде Асан болсын. Асан. Мына мен анасы деп алайын. Үсен деп алайық, өйткені екі балаға бөліп беру керек қой бізде. Үсен болсын. Қараңыздар, бірінші тәсіл қалай болады? Бірінші тәсіл бізде Асанға 1, Үсенге 6 деп алайық. Екінші тәсіл Асанға 2, Үсенге бізде 5. Өйткені екеуінің қосындысы 7 болу керек бізде. Ары қарай, үшінші тәсіл. Асанға біз 3 береміз, Үсенде бізде 4 болады. Төртінші тәсіл. Асанға біз 4 береміз, Үсенде бізде неше болады? 3 болады. Бесінші тәсіл. Асанға біз 5 береміз, Үсенде бізде неше болады? 2 болады. Алтыншы тәсіл. Асанға біз 6 береміз, Үсенде 1 қалады. Болды. Бізде 0 деген болмайды. Сондықтан бұл жерде неше тәсіл бар? Бізде 6 түрлі тәсіл бар деген сөз. Кімде 6 түрлі тәсіл? Өте жақсы, дұрыс, өзімізге плюс қоямыз. Дұрыс, 6 түрлі тәсіл деген. Ал 2, 3 және 8 тәсіл деп жазып отырған балалардікі қате. Өзімізге минус қоямыз және дұрыстап жазып аламыз. Құрметті ата-аналар, жалпы 2-ші сыныптың оқушыларына енді 2 айлық олимпиадалық дайындық бойынша нәтижелі болу үшін, нақты бала бір нәрсені үйреніп шығу үшін міндетті түрде сіздердің көмектеріңіз ауадай қажет. Ол не үшін? Біріншіден, сабаққа қатысуын қадағалаңыздар. Мүмкіндігінше керек болса, уақытыңыз болса, бірге отырыңыз, болмаса сабаққа қатысуын қадағалаңыз. Және үй жұмысты орындады немесе орындамағанын қадағалап
бірге жасасаңыздар да болады. Өйткені бала міндетті түрде тақырыпты түсіну үшін сіздің қадағалауыңыз өте қажет. Себебі мен әрбір оқушыны 100% қадағалап үй жұмысын тексеремін десем, ол өтірік болады. Өйткені мен барынша пайдалы ақпараттарды сіздерге көп оқушыға беру үшін сіздердің көмектеріңіз және сіздермен бірігіп жұмыс жасау аса маңызды. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі тапсырма номер 6. Бізде соңғы тапсырма болу керек бұл, иә? Так, сұрақ қандай бізде? Анасы 6 алманы 3 баласына Асан, Үсен және Хасанға апарып беру керек. Қанша әртүрлі тәсілі бар дейді. Жақсы, мен былай жазайын. Мен нақты барлығын сыйдыру үшін мынау бізде Асан болсын бірінші, мынау менде Үсен болсын. Так, Үсен деген дұрыстап жазайық, және Хасан болсын. Так, бізде олар қалай бөліп болады? Қанша әртүрлі тәсілі бар деген сұрақ, иә? Так, мен жерге бірінші тәсіл, екінші тәсіл деп жазайық. Так, бірінші өздеріңіз жазып көріңіздер. Қанша түрлі тәсіл? Осы есепте почти барлығымызда қателескенбіз. Қателік өте көп кеткен. Соған қарағанда сіздерге толығымен түсіндіру қажет бұл тапсырманы. Жақсы, қараңыздар, иә? Бірінші тәсілден бастап жазайын мен мына жаққа. Қараңыздар, мынау бізде бірінші тәсіл болсын. Қалай болады? Бірінші тәсілде бізде Асанға 1, Үсенге 2, Хасанға 3 деп алсақ болады. Келісесіз ғой? Екінші тәсіл қалай болады? Асанда 1 болады, Үсенге 3, Хасанға 2 деп берсек болады. Так, үшінші тәсіл. Енді біз Асанға 2 берейік, Үсенге 1, Хасанда 3 болсын. Так, төртінші тәсіл. Асанда біз 2, Үсенде 3. Так, Хасанға біз 1 берейік. Қазірше бізде 4 түрлі тәсіл, иә? Енді 5-ші тәсіл қалай болады? 5-ші тәсіл бізде Асанға 3 береміз, Үсенге 1, Хасанға 2. 6-ші тәсіл. Үсенге 3-ді қалдырамыз тағы да. Енді Үсен мен Хасандікін ауыстырамыз. Мынау 2, мынау 1 болсын бізде. Ары қарай 7-ші тәсіл қалай болады? 7-ші тәсіл бізде әрқайсысын 2-ден берсек болады. Барлығын 2-2-ден береміз, 1 болады, 6 алма себебі бізде. Так, 8-ші тәсіл қалай болады? 8-ші тәсіл бізде мынаған 1 берсек болады, мынаған 1 берсек болады, мынаған 4 берсек болады. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Так, 9-ші тәсіл қалай болады? 9-ші тәсіл бізде мынау 1, мынаған біз 4 береміз, мынаған апарып 1 берсек болады. Болды. Ештеңе өзгермейді бізде. Так, 10-ші тәсіл қалай болады? 10-ші тәсілде бізде Асанға 1 4 береміз, мынаған 1 береміз, мынаған 1 береміз. Сонда бізде басқа тәсіл жоқ. Қазірге бізде барлығы 10 түрлі тәсіл бар деген сөз. Кімде 10 түрлі тәсіл шықты? Дұрыс, өте жақсы. Плюс қойсаңыздар болады өздеріңізге. 10 тәсіл бар. Егер жазып көрсету керек болса, тура міне тұр. Тура осы бойынша жазып, нақты дәлелдеп көрсете аламыз. Кімде жоқ жазып алыңыздар. Мен сәл уақыт берейін сіздерге. Және сабақтың тікелей эфирдің сақталады, сілтемесімен WhatsApp топқа жіберемін, өздеріңіз отырған топқа. Жақсы, қосымша сұрақтарыңыз жоқ болса, мен 6-шы тапсырманы аяқтаймын. Жалпы есептер түсінікті болды ма? Қандай ұсыныс пікірлеріңіз бар? Егер түсінікті болса, барлық тапсырма плюс қойып кетіңіздер. Егер қандай да бір тапсырманы түсінбеген болсаңыздар, нумерациясын жазып, комментарий бөліміне сұрауға болады. Мен кешіп қосылдым, сабақтар қайта. Сабақтар бізде сақталады. Қазір мен эфир аяқталғаннан кейін, 15 минуттан кейін сілтемесін алып, сіздерге жіберетін боламын.
Так, егер WhatsApp топқа әлі қосылмаған болсаңыз, курсқа қатыспаған болсаңыз, жай ғана видеоны қарап отырған болсаңыз, міндетті түрде осы WhatsApp нөміріне тезірек жазып жіберіңіз. Сізге осы курстың жабық тобының сілтемесі жіберілетін болады. Жақсы, егер сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Бізде енді дүйсенбі күні сабақ болады. Ол кезде жаңа тақырыппен жұмыс жасаймыз. Қандай да бір тікелей сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен мүмкіндігінше оқимын. Және актуальный болған, көп запрос болған сұрақтар бойынша міндетті түрде жауап беретін боламын. Жақсы, сау болыңыздар. Сіздермен Нұрланбек Табысұлы. Келесі сабақта кездескенше.